Ассалаумағалейкум ардақты көрермен, эфирде ақшам алаңы, студияда Үмбет Әлімеймеш. Қоғам бұзылды дейміз бе, әлде заман ағымы солай ма? Ал қарапайым халықты кімдер тәрбиелеп, кімдер өнеге көрсетіп жүр? Бүгін студияға Өнер қырандары театрының басшысы Мадияр Серікбаев мырзаны шақырып отырмыз. Мадияр мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Алғашында эстрада әншілеріне пародия жасап бастадыңыздар. Кейін ұстанымдарыңыз өзгеріп кетті. Қазір қоғамға күлкі сыйлай отыра астарлы әңгіме айтасыздар. Өздеріңіздің өделеріңізден қазір өздеріңіз шығып жүрсіздер ме? Иә, біз өнер қырандары театры өзімізді енді бір тапқан сияқтымыз. Өзіндік жолды, театрдың бір бағытын енді тапқан сияқтымыз. Басында рас пародиямен шықтық. Өйткені әуел бастан КВН-ге шыққан кезде біз сол пародиямен бастаған еді. Енді пародиямен де жақсы қабылдады ғой. Иә, онымен де жақсы қабылдады әрине. Бала кездегі көрген Қожа фильмнен, менің атым Қожа кинофильмнен, кейін мына Терминатор деген киноны екеуін сол оқуға түспей тұрып, сондай бір менде қызық болатын. Екеуі ұқсас болатын. Терминатор киносында да Конор деген жас баланы алып кеткісі кеп, екі жақ таласып жүреді ғой. Дұрыс адам, екі жақ таласып жүреді ана баланы алып кетуге. Анау жібермей алып қалуға. Қожаның да киносында тура сондай болатын да. Қожанда бір бөлігі жоқ. Былай дейді, ол қоғамға керек емес адам. Мына жақ керек адам деп, арасынан жақсы адамдар тауып оны тәрбиелеуге тырысып жатады. Сол бір киноны пародия арқылы біз алғаш КВН-де шығарған едік. Өнер академиясында оқып жүргенде. Содан басталды. Кинопародиядан басталып, ақырындап эстрада жұлдыздарына пародия жасады. Бірақ бірте-бірте келе-келе біз мына пародия деген жанр өте кішкене ауырлау жанр. Көргенге қызық болғанымен, бірақ жеке адам басына бір тұлғаға пародия жасау кішкене қауіпті, ар жағында бір қауіп бар да. Адами құндылығына тиіп кету. Адамда көңіл деген нәрсе бар ғой. Қанша қызық болғанмен, ол көңіліне іштей ұнамауы мүмкін, сырттай күліп енді қоғамда жақсы күшті маған пародия жасапты деген болса, бірақ бір жеке басымызда кейде айтып та жатты енді. Жететін шығар енді, қатты не қылмаңдаршы деп. Қоғамда адамды басқаша тұлға ретінде қалыптастырып жібереді да пародия деген бізде. Көп жасай беретін болсаң, оны шынымен бір чукча деген халықты анекдот арқылы сондай қылған болса, қазақта біз қазақ өзі кешігіп жүреміз деп, біз өзімізге сондай бір сипат беріп қойғанбыз. Қазір кешіксек те қазақпыз ғой дей саламыз. Сондай қылып алдық та өзіміз. Тура сол сияқты біреуді қатты бүйтіп пародия жасай бергенде оған сондай бір имидж, сондай ат қалыптасып кетеді. Оны көтере алмайтындар бар. Содан кейін біз мына пародия кішкене, оның үстіне бізде эстрадада да әнші көп емес. Өзі бір типаж дейді ғой, бір ерекше қимылы бар, әншілерден өзі азғандай ғана. Содан кейін мынау саясатқа да қатты кірісе алмаймыз. Өте абайлап, бізде ондай жағы әзілді қатты көтере беру дамымаған. Бізде енді елімізде. Басқа шетелде жақсы болуы мүмкін. Содан кейін біз ақырындап мына адами құндылықтар, қасиет жағын қараған кезде көбірек мына әзілге емес, бос күлкіге емес, бір ой салуға. Негізгі айтар әңгімелеріңіз белгілі. Қазір имандылығы жолында, діни жолында әр қойылымдарыңызды қойып жүрсіздер. Біз енді діни хабар емес, дінді насихаттайық деп отырған жоқпыз. Дегенмен, осындай жолға түсу сіздерге қайдан туындаған ой? Енді бұлай қарап отырсақ, біз қойылымдарды бұлай мынаны айтайық, діни болып кетті. Біреу айтады, сендер дінді басым алып кеттіңдер. Біреу айтады, сендер патриоттық жағын алдыңдар, астарлыға көштіңдер. Қарап отырсақ, біз жалпы өзі дін қоғамдан бөлек емес екен. Өмірге келуіміздің өзі сол екен да. Азан шақырып ат қойғаннан бастап, кіндігімізді кескеннен бастап, жеті күнде шашымызды алғаннан бастап, дүниеден өтуіміздің өзі сол біз дінмен өтеді екенбіз. Қарап отырсақ, өмір сүруіміздің өзі сол екен. Адамның бойындағы жақсы қасиеттерді айту. Мейірімділік, махаббат, сабырлық, күш, қайрат, ар-ождан, намыс. Біздің қойылымдарымыздың көбісі осы адами құндылықтарды, қасиеттерді айту. Сабырлық, мейірімділік, қоғамдағы жоғалып бара жатқанда ол адамның бойында бар, оны қолданысқа асырмай жатырмыз да, іске асырмай жатырмыз. Әрбір қасиет өзінің орнын ауыстырып бара жатыр. Намыс болатын жерде намыс тоқтап қалып жатыр. Кейде махаббат
керек жерде махаббат емес, ол жерде бір мақсат қалып отыр. мақсат бір сондай орындар ауысып бара жатқан кезде соған біз ақырындап көшіп осы адамның бойындағы құндылықтарды айтып жатырмыз. Сөйтіп айтып отқан кезде сырттан қарасақ, жаңағы бізге имамдарымыз да, бұлай дін мен дәстүрді түсінетін адамдар да бізге айтады, сендер кәдімгідей шынымен де мына қоғамдағы мына біз айта алмай жүрген деп имамдарымыз айтады, біз айта алмай жүрген, қоғамға жеткізе алмай жүрген дүниені сендер қозғап жатсыңдар. Мыналарың таза дін ғой. Дәстүрмен қарайтын болсақ, таза дәстүр ғой деп бір ағаларымыз, шетелде жүрген ағаларымыз бізге айтады. Мынау қазақи салт дәстүрді біз мына шетелде жүріп көп көреміз дейді. Сол шетелдің адамдары мына біздің қазақи салт дәстүрді сендер қойып жатқан қойылымды апарып көрсетсеңдер, жылап көрсет дейді. Өйткені ол жақта әке мен баланың арасындағы мәміле жоқ дейді. Қоғамда жаңағы біздің келіннің сәлем салып, иіліп, ата-енесіне қызмет қылғанын көрсе, олар жылап көрсет дейді. Оларда ондай нәрсе жоқ дейді. Бала есейді өзі білет деген сияқты, әркім өзі білетін сияқты өмір сүре береді. Сіздерге қайсысы жақын, патриоттық па, салт дәстүр ма? Біздікі енді былайша айтқанда тікелей рухани. Енді жалпы алғанда былай қарасаң, енді бәріміз діндеміз ғой енді. Барлығын соған сыйғызуға болады. Соған сыйғызуға болады. Егер жаңа қоғамнан бөлек мен адам баласына зиян табатындай, зиян беретіндей бір нәрсе ойлап тауып өзіміз жасайтын болсақ, ол бір шынымен бір секта болып кетеді ол. Адами қасиеттен бөлек. Зиян тигізетін дүние, қоғамды бұзатын бір нәрсе жасап жатса, ол бір өзінше бір секта болады. Өйткені барлық құндылықтар адамның бойындағы жақсы құндылық, жақсы қасиеттің барлығы, ол жалпы алғанда дін. Бұлайша біз өзіміздің тілде айтқанда руханият. Қоғамға не жетіспейтінін, не нәрсе халыққа қажет екенін, немен сусындату керек екенін зерттейтін театр бар ма өздеріңізден басқа? Енді барлығы да біздің театрлардың барлығы соны айтып жүр негізі. Қоғамға керек дүниені айтып жүр. Бәлки жеткізу жағы әркімдікі әртүрлі болуы мүмкін. Біреу көбірек әзілмен жеткізуі мүмкін. Жас театрларда, жас жігіттерде қазір эфирде, телеарналарда барлығында жасап жүр енді. Барлығы бір нәрсені айтқысы келеді. Бірақ жеткізуінде болуы мүмкін бұл жерде. Жеткізу тәсілі әртүрлі. Біреу әзілмен жеткізем деп, кейде көп әзілге мән беріп жібереді да, айтайын деген ой мақсат жойылып кетеді. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат. Арзан, жалған гүлмейтін шын гүлерлік ер табылса жарайды, қалса сұхбат дейді абай атамыз. Бүгінде осы қымбат күлкіні арзан ойынға айналдырып алған жоқпыз ба деген ой келеді. Сіз не дейсіз ол? Ол бар әрине. Қазір бізде сондай бір жаһандану заманы болып бара жатыр ма? Әзілдеп айтам, қолында телефоны бар, смартфон, жаңа экраны. Жаңа не дейді? Смартфоны бар, экраны жылжымалы, телефоны бар адамның барлығы өнер адам болып кетті қазір. Сырттай қарасаңыз барлық өнер адам. Телефоны бар адамның барлық өнер адам, өйткені өз қолында өз экраны бар, өзін түсіре алады. Не айтқысы келсе соны айта алады. Не түсіргісі келсе соны түсіреді. Әмбебап. Содан кейін телефон алғаннан кейін бір айдан кейін бір нәрселер түсіріп бастайды, біреуге жағын жазып бастайды, бір нәрсе шығарып, өзі пост жазып бастайды деген сияқты. Содан кейін бір айдан кейін біз өнер адамы, өнер жолы қиын жол деп осындай сұхбат беріп отырады. Жаңағыдай. Антон қазір көп еліктеп бара жатырмыз. Барлық қолда тұрғаннан кейін бос әзілдерді кейде күлкі қып, өз басындағы болып жатқан тағдырды жаңағыдай телефонға шығарып деген сияқты, әлеуметтік желіге шығарып, өз тағдырын бір ойыншық сияқты қылып, үйдегі болған оқыс жағдайларын шығарылмайтын үйдегі дүниелерді сыртқа шығарып, соны бір өнер қылып көрсетіп, бір сондай өте жеңіл дүниеге де кетіп қалып жатқан жайымыз бар. Бірақ енді бұл өнер деген барынша жақсы дүниені шығарып, және адамға анық қанығын көрсете білу керек деп ойлаймын. Мынау дұрыс, мынау бұрыс. Осының ішінен өзің таңда деп қана қоймай, дұрыс жағын басымырақ көрсетіп. Енді қазір қайсысы басым деп айта аламыз? Қазір енді былай қоғамда қарап отырсақ, жеңіл желпіге көп мән береміз. Жеңіл желпіге көп мән береміз. Өйткені рейтинг деген бар екен қазір бізде. Қай жағын басым көп көреді. Жаңа ақыл айтқыш болмаңдаршы дейтін сәттер болады. Ақыл айтпай қойыңдаршы, әркім өзі біледі дейтін. Бірақ ол нәрседен біз оған бола кетіп қалуымыз керек емес. Саф өнер сақталу керек. Жалпы өнер ұлтқа қызмет ету керек деп ойлаймыз. Ойдағы өнер. Тағы да абай атамыз айтады. Жаман тату қазады өзіңе ор, оған сенсең бір күні боларсың ғор дейді.
ары бар ұяты бар үлкенге сен, өз зордың болады иығы да зор дейді. Бүгінде осы ұлтты ұстап тұратын не нәрсе деп ойлайсыз өзіңізше? Ар, намыс, ұят деген қаншалықты қадірлі ұғым, қадірлі сөз болып қалды қазір? Бірінші ұят керек ау. Қазір қоғамға Бар ма сол? ұят керек ау. Ұят бар, бірақ жаңа айтып отырмыз ғой, қолданысқа жарамай жатыр ма? Қозғағыш жоқ деп ойлаймын. Қозғағыш әлсіз болып тұр ма? Мына жаңа Абай атамыздың айтқаны бар ғой, момин болсаң әуелі иманды бол, пендеге иман өзі ашады жол деп. Мына ұят иманнан дейді ғой. Ұят деген бойымызда қасиет бар. Бірақ ұялайын десек, басқа нәрсе басымырақ тұрады да. Бойымыздағы Құдай берген қасиеттер бар ғой, өзіміз айтқандай ар, намыс, ұят, махаббат, мейірім, сабырлық деген. Солардың барлығын қозғап тұратын біздің мына жүректе бір сондай күш бар, қозғағыш бар. Сенің кезегің деп айтып тұратын ақыл бар. Оны қозғап тұратын үлкен бір мотор күш бар. Осы мотор күшті бір нәрсе жауып тұрған сияқты. Ақылымыз соны шатастырып алады да. Намыс керек жерде жаңа қызға бір қазақтың қызына бір болып жатқанда ер азамат намысты болып тұратын сәтте қойш деп кетіп қала салатын кездер болады. Маған қатысы жоқ қой деп. Намыс деген сол жерде керек еді. Бірақ болмайтын жерде бір нәрсе болып қалса, сол жерде намысшыл болып тұра қаламыз. Намыстың орнына ауысып кетеді. Жаңа ұятпен. Қойш ұят сияқты деп ұятты шатастырып аламын. Ұят емес, ол жерде намыс тұру керек еді. Ұятты болатын жер ұят өзі шығу керек еді. Соның бәрін ақыл айтып тұрса, енді қалай жолға қою керек осы? Осының барлығын бірінші жүйелеп, мына қозғағыш деп тұрамыз ғой, имандылықты ояту керек сияқты адамға. Құдайдан қорыққан адам барлығынан қорқады, Құдайдан қорықпайтыннан қорық деп бізді бала күнімізден сөйтіп үйретті. Бірінші жаңағыдай ең әуел имандылығымызды тауып алсақ, одан кейін руханиятымыз жоғары болса, өзі ретімен келе береді. Руханият жоғарыласа, руханият өскен кезде, біздің рухымыз өскен кезде, жаңа ата салтымызды, сол баяғы бұл ескілік қойшы бұл дәстүр дегеннен қалған заманауи өмір сүрейік деген нәрсеге кетпеуіміз керек сияқты. Қолданайық, телефон, барлық техниканың барлығын қолданайық. Бірақ өзіміздің саф алтындай сақталған салт дәстүрімізді, ар ұятымызды қалдырмауымыз керек. Мынау той-домалақтарда көп жүреміз ғой енді. Қазақтың тойы, біреулер айтып жатады, енді той-домалақта қазақтың тойы би жарыс, қазақтың тойы құйдайыш, қазақтың тойы жиналыс барсаң. Жоқ, қазақтың тойы қарап отырсаңыз, егер дұрыс қолданатын болсақ, тәрбие құралы. Бағызда бабаларымыз қарап отырсақ, 30 күн ойын 40 күн тойы деген, 30 күн ойыны бар, ырду-дырду күле бермеген, билей бермеген ғой. Бір жетісі жаңағыдай ұлттық ойындарды ойнатса, екінші жетісі жаңағыдай отырып, ақындар алып, шайырлар отырып, жыр термемен жеткізіп отқан, ақиқатты көрсетіп отқан. Үшінші жетісінде тағы да сол бір айдың ішінде 30 күн ойыны болса, соны 10 күннен бөлетін болсақ, жаңағыдай ғұлама ғалымдары келіп бір жетісі ақыл насихат айтып, барлығын сондағы 30 күн ойыны 40 күн тойы болып, ұлттық ойындар ойналып, бір жетісі бар күрес болса, барлық той тәрбие болғанда, қазіргі күнде айтамыз, той қазақтың тәрбие құралы, мәдениеттің ошағы. Ал қазіргі той сіз айтқандай тәрбие құралы ма жоқ, әлде кейде бақталастық, бәсекелестік болып жатыр ма? Бақталастық, бәсекелестік бар ол нәрсе. Өйткені соған еліктеп бара жатырмыз ғой. Кейде сол тойда жүргендегі көп көрінетін той қазақтың келбеті болып тұр. Біздің жаңағыдай салт дәстүрімізді кейде шегере салатын кісілер болады. Бұлай деп айтып жатсаң, бет ашарыңда керек жоқ, сондай. Ескілік не қыламыз? Бір современ өмір келдік, бір не қылайық, фейерверкім бар, жаңағы естелік үшін дейді. бір анау бір шетелден көріп алған дүниелерді алып келіп ортаға тықпыштаймыз. Эффект болсын, шоу болсын деп жаңағыдай. Келінді бір ылғи сұхбат айтатын, мен анау келін келген кезде бір сондай нелерді жасады, ақбұлақ деп жаңа. Виски бар, несі бар, шампаны бар, несі бар, сырасы бар. Келін таңдайды екен, соны келін таңдаған официанттар ашып құяды екен де, барлық қонақ соны ішеді екен, 2 жас. Содан той басталады. Ақбұлақ дейді, белый бір нәрсе деген. Келін таңдаған дүниені бәрі ішеді екен. Барлығы да спирттік нелер. Соны көрген кезде мен шошыдым. Той есінде айттым, мынау не деген сұмдық, мынау деген жарайды, сіз енді ештеңені білмеуіңіз мүмкін. Бірақ адами қасиетте мына нәрсе дұрыс емес. Келін болса тұрып. Енді бұл заманауи кішкене не болсын деп не ғана ғой дейді. Бір кішкене әсерлі. Сіз әсермен ұлттық құндылықты, ұлтты жойып жатсыз. Бір әсерлі болады деген, эффект болады деген нәрсе ұлтты жойып жібереді. Сол сияқты құндылықтарға кетіп қаламыз да еліктеп.
Студияға шақырған кезде менен үлкен ағаларым бар, аға буын өкілдері бар, соларды шақырсаңыздаршы дедіңіз. Енді сахнада байқаймыз, көбінде қарияның рөлін көбірек сомдайсыз. Қазіргі таңда аузы дуалы, айтар ақылы, мығым ақсақалдар қоғамға жетіспейді дегенге келісесіз ба? Жаңа мәселен осындай өзіңіз айтып отқан кішігірім дүниелерді айтуға, ескертуге. Бар, ондай мәселелер кездеседі, көп кездеседі. Бірақ біздің де қателігіміз ғой деп ойлаймын. Біз жастар қарияны қария етіп көтеретін болса, қария болып жүрер еді. Кейде ойлаймын, ауылда, мысалы бізде ауылда бар, қариялар бар. Бір-екі қария көп емес, қазір көп қалмады. Бірақ біз ақсақалымыз, сіз айтыңыз, мына жерде ақ қарасын сіз айтыңызшы десек, ол бір барғанда білмеуі мүмкін ақ қарасын. Енді сасқалақтап не айтарын білмей қалуы мүмкін. Келесіде тағы да біз қария айтсын, ақсақалымыз айтсын, үлкеніміз бар екен, сол кісі сөйлесін. Айтыңыз, ақсақал, мынаны ақ қарасын айтып жіберіңізші десе. Ол келесіде біледі, маған айтқызады ғой деп ол бір нәрсені іздеуі мүмкін. Бір бата жаттап, сондай ақсақалдарды білеміз. Бірінші келген кезде жаңа отырыстар, бас қосуларда не айтарын білмей қалып, ал енді екіншісі сол үшін ақ қояйық деген кісілер. Екіншіде біз ақсақалы бар, арамызда үлкендеріміз бар, көпті көрген кісілер бар. Мына өзіміз жоғары бар, ақсақал деп оны көтермелеп, ақсақал сіз айтыңыз, сіз ақсақалсыз, сіз қариясыз, сіз құрметті адамсыз деп, оны үйде де, көшеде де, ауылда да сөйте беретін болсақ, ол кісі жаңағыдай баяғы аталарымыз айтқан сөздерін есіне түсіріп, не деуші еді осындайда. Балам бергеш маған ана сен неңді үйретіп жіберші, жаңағы батаңды, сенің сөзің жақсы екен деп, ұялса да біреуден үйренуге тырысады. Бәлки арамызда шынымен бір білім үзіліп қалды, бір 70 жылдай солақай саясат болды, мүмкін анау болды дедік, мынау болды дедік. Бірақ енді қариямызды қария етпесек, оларды жерге тыға беретін болсақ та болмайды. Кейінгі жас қария бола салмайды ғой бәрібір. Біз оларды қария ретінде құрметтесек, шығады. Бірақ енді бар. Жаңағыдай бата бер десең де бата бере алмай қалады. Мен өзім сол ақсақалдардың, қариялардың ауылда қасында жүргенбіз. Жаңағыдай тойды молақ болсын, қуаныш болсын, қариялар жинала қалса, біз баламыз ғой енді, бала күнімізден әкеміз жаңа ықылас, палақ, нас сүрелерін үйретіп қойған, сонда бізді ақсақалдар айтатын, ей балам, қара бола, бер шық дейді де бір Құран аятын оқытады да өздері батасын бергізеді. Қасында алып жүретін. Жаңа жүрсе де өздері шаршайды ғой енді. Бір жерге барған кезде балам оқып жібер, аят оқып жібер деп сөйтетін де өздері сол қариялардың қасында жүрдік ауылда. Ақсақалдарымыз көріп өстік. Содан кейін де сахнада сіз қарияны. Содан кейін ол маған дүние кішкене жақындау. Ақсақалдарымыз көріп, жаңа моңайған сәттерін, балалар айтады ғой, отырған кезде тізесін уқалайтын сәттерің деп түсесің ғой, тура тізесін уқалап отыратын. Ондай аталарымызды да көрдік, апаларымызды көріп өстік. Соның барлығы ол тәрбие ғой. Қазақ өзі қолынан жетектеп, мынаны істе деп, мынаны сыйлайсың, мынаны сыйламайсың деп үйретпеген ғой. Біз өзіміз солай өстік. Мынау жаман, мынау ұят болады, жаман болады, жаңағыдай деген үш сөзбен өстік қой. Ұят болады, жаман болады, обал болады деген үш сөзбен. Сұрамайсың да, ар жағында не ұят болады балам дейді, бітті. Ол сен үшін ұят. Енді істесең ол ұят. Ар жағында не үшін ұят болады, қалай ұят болады, бірақ ұят деген тұрады да. Істемеуге тырысасың. Енді тәрбие дегеннен шығады. Өздеріңіз енді қанша дегенмен өнер адам болғандықтан гастрольдік сапарларға жиі шығатын шығарсыздар. Отбасыға, бала-шағаның тәрбиесіне, ұлттық құндылық деген нәрсеге қаншалықты көңіл бөлесіз? Уақытыңыз жетсе ме? Абай атамыздың абай жолында басталғанда жаңағы 13-ке толмай молдаға беріп, молда таяқпен соғып үйретіп, талай жылатып, солай басталады ғой. Соны енді түсініп келе жатырмыз да. Содан кейін үйден шығарда да анам, мен өз оқуға жылдап тапсырған адаммын да. Оқуға жылдап түсе алмай келіп, одан кейін түскен бір 6-шы жылдары түсіп сөйтіп. Сол кезде анам кетіп бара жатқанда маған айтатын, бір Құдайға тапсырдым балам дейді. Біледі, өзі барып қасында жүре алмайды анам. Алматыға келіп, қасында жүріп, қолынан жетектеп жүре алмайтынын біледі. Шығып бара жатқанда біледі, үлкен қалаға кетіп бара жатырмын. Алғаш кетіп баратым, ешкім танымаймын, білмеймін. Бір сапарға айтыр. Сапарға шығып бара жатқанда айтыр, балам, енді бір Құдайға тапсырдым дейді. Соны енді түсініп жатырмыз. Шынымен Құдай деген, Құдайсыз қурайда сынбайды, жаңа Алла деген азбайды, тәубе деген тозбайды деген. Жаңа Абайдың да 13-ке дейін молдаға беріп, Құнанбай одан кейін барып, жаңа Пушкинмен де араластырып, Толстоймен де араластырған, күллі шетелдің ақындарымен араласты, орысты да, уезді де бәрін көрді Абай. Ыбырайымыз да солай, Шоқанымыз да Қашқария тау асып кетті, шетел асып, қыр асып, тау асып кетті. Сондағы әуелі имандылықты үйретіп жіберсе,
таған жасап жіберді. Иә. Таған жасап жібердің, болды, ары қарай ол атты да ұстайды, кетті бәрі. Тұяқты да ұстайды, атты да ұстайды, ерді да ұстайды деген сияқты. Сол сияқты имандылықпен тәрбиелеп қойсақ баланы, өзіміздің ата дәстүр салтымызбен тәрбиелеп қойсақ, одан кейін сапарда жүрсең де білесің. Әйтеуір Құдайын үйреттім ғой. Құдайдан қорқады ғой деген жүрегіңде бір үлкен үміт тұрады. Бала да соған үйреніп алады. Одан кейін өзіңнің тәрбиені қолынан ұстап, жаңа аталарым сияқты қолынан ұстап үйреткен жоқ. Өзің қалай жүресің, артыңнан балаң да солай жүреді. Одан кейін інің де солай жүреді, әйтеуір артыңнан дұрыс жолмен жүрсең, жаңа бір әңгіме бар ғой, балам байқап жүр, балам байқап жүр, абайлап жүр десе, әке сіз байқап жүріңіз, мен сіздің ізіңізбен келе жатырмын. Сіз құласаңыз мен құлайын деген сияқты. Сол сияқты одан кейін бір Құдайға тапсырасың да шығасың. Енді былайша айтқанда, енді ата-анаң бар, ағайының бар, қарайды ғой. Бірақ тәрбиесінде сен жоқ жерде қорқатындай қылып, сен жоқ жерде ол тәрбиелі болатындай қылып тәрбиелеп кету ол өте. Басты нәрсе имандылық. Иә, басты нәрсе имандылық. Мадияр мырза, студиямызға келгеніңізге көптен көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Берекелі болсын істеріңіз. Сіздерге де рахмет. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда өнер қырандары театрының басшысы Мадияр Серікбаев мырза болды. Аман сау болыңыздар.